Сондықтан, құрметті шәкірттер, Аллах Тағала мына осы алып жатқан білімдерімізге және осы білімдеріміздің пайдалы болуы үшін ертең осы білім бұлмен тоқтап қалмайды. Мынау осы медреседегі білім бұл келешекте баршаңыздың өмірдегі осы діни мағлұматтарыңыздың ең негізі фундаменті болып саналады. Неге? Өйткені мынау медресе қашанда болсын бұл бұрыннан ата-бабамыздың кезінен, мәселен Абай аталарымыз, сол мынау біздің халықтың дана кісілері, аталарымыздың осындай ең алғаш бірінші білімін, тәлімін осы медреседен бастағандығы баршамызға аян. Сондықтан бұл медреседе оқып жүрген кезімізде, құрметті шәкірттер, мынау қазіргі жасалып жатқан жағдайлар күнделікті, болмаса бір әр апта сайын осындай үлкен осы білімді ұстаздарды, ғалымдарды шақырып, осындай уағыз жасатып, онымен қоса күнделікті жаңағыдай сабақтардың өз уақытында болып жатқандығы, бұл біздер үшін таптырмас сондай бір нығмет екен. Сол үшін біз қаншалықты Аллаға шүкір айтсақ та, қаншалықты Алла Тағала мақтап айтсақ та, ол аз болып есептеледі. Сондықтан, құрметті шәкірттер, Аллах Тағала баршамыздың осындай, мінекей, қазір ғана естіген Абдулла ибн Хузафа Сахми және одан да басқа сахабалардың, қай сахабаның өмірбаянына біз көз салып қарайтын болсақ, ол кісілердің өмірінен, әрбір сәтінен, әрбір оқиғасынан біз өз өміріміз үшін сабақ алуға болатын нәрселер бар. Мынау енді күні бойы сабақ оқисыңдар, жерде сабақ оқып отырып, мына жағаға уағыз деген кезде енді ол уағыз емес, бұл да сабақ қой. Дұрыс па? Бұл да сабақ. Өйткені біз әрбір білмеген нәрсемізді, болмаса алдын біз білетін нәрсені естісек те, жаңа қырынан бір мәлімет алатын болса, ол да білім. Сондықтан бұл да бір сабақтың бір түрі. Аллах Тағала әр қайсымызға айтқан нәрселерімізде қателік болса, Аллах Тағала өзі кешіріп, Аллах Тағала баршамызға айтқан және де білген нәрселерімізге амал етуді Аллах Тағала нәсіп етсін. Аллах Тағала баршамызға осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көретін, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары секілді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мақтағандай аспандағы шоқ жұлдыздар секілді дегендей, сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жолынан, тура жолмен жүруді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Аллах Тағала осы білім жолында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, кім үйінен Алланың жолында білім аламын деп ниет қылып білім іздеп шығатын болса, мынау үйінен қадам басып шыққан кезден бастап үйіне қайтып оралғанға шейін Алланың жолында жүреді деген сол сауапқа кенелуді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағала елімізге, жерімізге тыныштық беріп, елімізді, жерімізді түрлі пәлекеттерден, түрлі қиыншылықтардан өзі сақтасын. Мынау егеменді елімізді Алла Тағала қияметке дейін тыныштықпен сақтасын. Алла Тағала мынау оқуда, осы жерде барлық осы дінді оқып жүрген, медреседе оқып жүрген, әсіресе біздің өзіміздің мынау Сарыағаш медресесінде оқып жатқан мынау өздеріңіз барлық оқушыларға, осы жерде сабақ беріп жатқан мұғалімдерге Алла Тағала екі дүниенің жақсылығын берсін. Алла Тағала баршамыздың отбасыларымызға амандық, тыныштық беріп, баршамызды пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның осы білім жолындағы мұрагерлері болып, сол нығметке, сол мақтанышқа лайықты кісілерден болуды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.